Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Сіздермен Жазира. Бүгін өте оңай, жеңіл свекольник жасаймыз. Каналға тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен сәбізді теркіден өткізіп алдым. Теркі болмаса пышақпен турауға да болады. Және қайнаған свеклоны да теркіден өткізіп алдым. Себебі менде балалар туралған сәбізді жемейді, сол үшін барлығын теркіден өткізгенді жөн көрдім. Картошканы осылай турап алсақ болады. Және бір чеснок керек болады. Бұл суп өте қарапайым, жеңіл, бірақ өте дәмді болды. Содан кейін қазанға майды құйып, қыздырып, свеклоны, сәбізді, картошканы салып қуырып алдым. Айтпақшы достар, егер сіздер қаласаңыздар, ет, жуа қоссаңыздар болады. Мен жай ғана кешке жасадым. Және көбірек қылып жасаңыздар, себебі өте дәмді, тез таусылып қалады. Менде солай болды. Осылай кішкене қуырамыз да, үстіне су құйып, 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Яғни 10-15 минутта піседі. Дәміне қарай тұз саласыздар. Және бұл свекольник адамдардың іш жүруіне де өте пайдалы. Әсіресе балаларға көбірек дайындап беру керек. Бір тіс чеснокты майдалап турап салдым. Мінекей 10-15 минутта керемет дәмді суп дайын болды. Үстіне қаймақ немесе майонез қосып жесеңіздер де болады. Менде қаймақ болды. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.